Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз 6-шы бөлімдегі сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаймыз, оқушылар. Олай болса, 82-ші бетті ашамыз. Exercise 9, listen and read. Балалар, бұл жерде қысқаша бір әңгіме берілген, иә? Біз оны тыңдап және оқу керекпіз. Мен бірінші оқып аударып беремін, менен кейін міндетті түрде оқып шығыңдар, оқушылар. Олай болса, бірінші суретке қараймыз. Last Sunday it was Nanny's birthday. She visited her sister. Өткен жексенбі Нэннидің туылған күні еді, иә? Ол әпкесіне барып қайтты, дейді. Енді екінші суретте. It was a lovely sunny day. They wanted to go for a walk on the beach. Күн өте керемет әдемі еді және олар жағажайда қыдырып қайтқысы келді. Үшінші суретте they walked to a big cave. It looked very scary. Және олар бір үлкен үңгірге келді. Үңгір қорқынышты көрінді. Төртінші. Inside the cave they discovered a very big footprint. Және үңгірдің ішінен олар үлкен бір ізді тауып алды. It's a monster footprint. I don't know. Бұл монстрдың ізі ме деп сұрайды. Білмеймін деп жауап береді Нэнни. Бесінші суретте Suddenly something jumped from behind a big rock. They both screamed. Және кенеттен үлкен бір тастың артынан бірдеңе секіріп шығады. Олар қорыққаннан айқайлап жібереді. Алтыншы суретте I'm so sorry. He is not a monster. He is a diver. Кешіріңіздерші деп жауап береді. Ал Нэнни болса, бұл монстр емес, бұл сүңгуші ғой деп жауап береді. Міне балалар, қысқаша осылай мәтін берілген. Міндетті түрде өздерің оқып шығыңдар. Енді келесі бетті ашамыз, оқушылар. 83-ші бетте exercise 10. Read the story again and write yes or no. Бұл жерде мәтінді қайта оқы дейді және 4 сөйлем берілген. Біз сөйлемдерді дұрыс болса yes деп жазамыз, дұрыс емес болса no деп жазып қоямыз. Nanny's birthday was last Sunday. Yes, дұрыс, иә? She visited her sister. Yes, ол да дұрыс. They wanted to go to the funfair. No, дұрыс емес. They discovered a big fish. No, дұрыс емес. Міне осылай жазамыз. Келесі exercise 11. Thinking up. Cover the story. Put the sentences in the right order. Яғни, орын ауысып өткен сөйлемдерді біз рет-ретімен әңгімеге қарап қойып шығу керекпіз. A бізде 5-ші сөйлем, B бізде 1-ші сөйлем, яғни B-ден басталады. C бізде 4-ші сөйлем, D бізде 7-ші сөйлем, E 6-ші, F 2-ші және G 3-ші сөйлем. Міне осылай 1-2-ден бастап орын-орынмен жазып шықсаңдар болады, оқушылар. Келесі 12-ші тапсырма бізде act out the story, яғни әңгімені ауызша айтып беру болады. Сондықтан ары қарай жалғастырамыз. Exercise 13, talking point, listen and read, make a new dialogue with a friend. Бұл жерде айтылым, яғни мына жерде берілген мәтінді оқып шығып, яғни диалогты өздерің диалог досыңмен бірге құрастыру керексіңдер. Мен құрастырған ғана диалогты оқып берейін, қысқаша. Анар әнді болады. Анар, how was your weekend? Болат, it was great. I visited grandma and grandpa. Anar, oh really? And what did you do? Болат, we decided to go swimming. Anar, how nice. Болат, and yes, what? We discovered a cave on beach. Anar, wow. Яғни Анар мен Болаттың диалогы демалыс күндерді қалай өткіздің деп жатыр, иә? Өте керемет. Мен ата-апамның үйіне бардым дейді. Ол жерде не істедіңдер? Яғни біз ол жерде шомылуға бардық дейді, және жағажайдың бойында үлкен үңгір таптық деп жауап беріп жатыр. Келесі exercise 14 sound spot. Балдар, бұл жерде 14-ші жаттығуда бізде ауызша, сондықтан ауызша айтып өтетін боламын. Exercise 14, listen, point and repeat. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Бұл жерде 2 әріп берілген. B әріпі B дыбысын береді және V әріпі V дыбысын береді екен. Суретке қараймыз. Бірінші суретте baby, қайталаймыз. Келесі bird, яғни құс, иә. Келесі vine, яғни оралған жапырақтар, және valley, жазық дала, балалар. Міне осылай қайталап шығамыз. Baby, bird, vine, valley. Енді осыған орай келесі тапсырма exercise 15, complete, then listen and repeat. Осы әріптерді, түсіп қалған әріптерді қойып, сөйлем жазып, оны оқуымыз керек. Мысалға, the baby bird was on a vine in the valley.
Қайталаймын. The baby bird was on a vine in the valley. Яғни B және V әріптері түсіп қалған. Мен соны қойып жаздым. Міне осылай көшіріп аламыз, оқушылар. Орындап болсақ, оқушылар ары қарай жалғастырамыз. On page 84, exercise 16, listen, point and repeat. 84-ші бетте 16-шы тапсырма. Бұл жерде де тыңдап, қайталап оқып шығу керекпіз. Яғни бұл жерде 12 ай берілген ағылшыншасы. Мен қазір оны қазақшасымен бірге оқып беретін боламын. Мұқият тыңдап қайталап шығамыз. January қаңтар. February ақпан. March наурыз. April сәуір. May мамыр. June маусым. July шілде. August тамыз. September қыркүйек. October қазан. November қараша. December желтоқсан. Оқушылар, бұл жаңа сөздерді жаттап алсақ болады. Жазып аламыз. So next, exercise 17, read and say. Оқы және атап шық дейді. Бірінші, it is the 7th month. Яғни 7-ші ай бізде July. It is the 10th month of the year. Ал жылдың 10-ші айы бізде October. It is the first month of winter. Қыстың бірінші айы дейді. Ол бізде December. It is the second month of summer. Жаздың екінші айы July. It is the first day of spring. 1st of March, яғни көктемнің бірінші күні дейді. Және соңғысы, it is the third month of autumn. Күздің соңғы 3-ші айы дейді. November. Міне осылай жазып аламыз. Жалғастырамыз ары қарай. Келесі study spot, яғни ереже. Бұл жерде балалар бізде өткен шақтың past simple деп айтамыз, яғни өткен шақта етістік екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер. Егер етістігіміз дұрыс болса, онда біз етістіктің артына ed жалғаймыз. Ал етістігіміз бұрыс болып, дұрыс емес болса, яғни ережеге бағынбайтын, онда біз оны кітаптың артында кесте берілген, сол кестенің екінші бағанасынан іздеп тауып жазатын боламыз. Мысалға, мына жерде бірнеше етістіктерді өткен шағымен беріп қойған, жаттап алсаңдар болады. Blow өткен шағы blue, bring өткен шағы brought, do өткен шағы did, drink өткен шағы drank. Міне осындай бірнеше етістіктерді жазып алсақ болады. Яғни осы шақтағы сөйлемді өткен шаққа келтіретін болсақ, біз оның етістігін өткен шақтағы формасын жазу керекпіз, балалар. Ал сұрақ қойған кезде сұраулы көмекші етістікті didті алдына шығарамыз да, сөйлем өз формасына қайта келеді. Мына жерде де сұрақтар берілген. Мысалға, Dad gave Anne a present yesterday. Әкесі Аннаға кеше сыйлық берді деп тұр. Енді осы сөйлемге біз сұрақ қоямыз. Сол кезде біз did көмекші етістігін қолданамыз. Did he give Anne a card? Ондай сұраққа біз қысқаша жауап береміз. No, he didn't, or yes, he did. Яғни, жоқ деген сияқты қысқа жауап беретін боламыз. Енді осы ережеге сәйкес біз астындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз, оқушылар. Exercise 18, read and choose. Яғни, оқы және таңда дейді. Бұл жерде екі етістік беріп кеткен. Біз дұрыс етістікті, яғни өткен шағына қарай қойып шығу керекпіз. Бірінші, we went to the zoo last Saturday. Екінші, did he have a party on his birthday? Үшінші, mom made a big cake last night. Төртінші, I didn't do my homework last night. She rode her bike to school yesterday. Алтыншы, did you drink milk last night? Балдар, бұл жерде не байқадық? Біз егер сөйлем сұраулы немесе болымсыз болып did қолданып тұрса ғана, біз етістікті ауыстырған жоқпыз, осы жақта ғана жаздық дұрыс формасын. Ал егер сөйлемде сұраулы сөйлем немесе болымсыз түрі болмаса, яғни жай сөйлем болатын болса, біз етістікті өткен шақтағы формасын жаздық. Міне осылай жазып шығамыз. Next, exercise 19. What did they do yesterday? Listen and choose. Бұл жерде тыңдап, дұрыс нұсқасы таңдау керекпіз. Яғни олар кеше не істеді? Мен дұрыс варианттарды қойып кеттім. Бірінші, Liam and Lily went to the park. B варианты. Екінші, Jake rode a bike. A варианты. Daisy made a cake. A варианты. Және төртінші, Nanny watched a
card, яғни B варианты. Міне осы жазамыз. Және exercise 20, talk with your friend, яғни осы сұрақтар, осы сөйлемдерді біз сұрақ ретінде қою керекпіз. Мен бірнеше мысал жазып кеттім. Мысалға, did Jay grow the bike? Yes, he did. No, he didn't. Did Daisy make the cake? Yes, he did. No, yes, she did. No, she didn't. Міне осылай достарымен сұрақ жауап құрастырса болады. Оқушылар, енді келесі бетті ашамыз. 86-шы бетте on my last birthday, менің өткен туған күнім туралы тақырып берілген және мәтін берілген. Соған қарай біз сөздерді қойып шығу керекпіз. Exercise 21, read and complete and listen and check. Оқып толықтырып жазу керекпіз. Мен жазып кеттім. Мысалға, біріншісінде бізде 4 o'clock болады, екіншісінде lots of presents болады, суретіне қарай сыйлықтар, үшінші pizza, төртінші cake және бесінші danced. Міне осы сөздерді тиісті орындарына қойып, көшіріп жазып аламыз. Next, exercise 22, read and circle. Бұл жерде есімдіктердің дұрысын қолданып жазу керекпіз. Яғни біріншісінде Қанат gave me a card on my birthday. Екінші, what are their names? I can't remember them. Үшінші, you didn't help him with his homework. Төртінші, the cake is ready. Bring it to the living room. Бесінші, it's Көркем's birthday. Let's wish your happy birthday. Яғни таңдаған есімдіктерді мен сарымен жазып кеттім. Дәл осылай дұрыс жауабын көшіріп аламыз. Енді келесі бетті ашамыз. Let's sing. Бұл бірінші бізде exercise 23 ол бізде өлең, яғни сыныпта біз өлеңді қойып, бірге мұғаліммен бірге айтатын боламыз. Мен жай қана қазір оқып беремін, жақсылап тыңдап аламыз. January, February, March and April, May, June, July and August, September, October, November, December, 12 months of the year. Міне осылай қайталап сыныпта әндетіп берсеңдер болады. Енді келесі ары қарай жалғастырамыз. Exercise 24. Бұл жерде сұрақтарға жауап беру керекпіз. Answer the question. Бірінші, what month it's now? It's February. Екінші сұрақтың жауабы March. Үшінші, June. Төртінші, March. Бесінші, June, July, August. Алтыншы, September, October, November, December, January, February, March, April, May. Яғни біздің оқитын айларымыз, алтыншы сұрақта, ал бесінші сұрақта біздің демалатын айларымызды сұраған. Жетінші, December, January, February, қыс айларын сұраған, және 8-ші June, July, August. 3 жаз айларын сұраған. Міне балдар өзгертіп те немесе осылай көшіріп алсаңдар болады. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңдар. Түсінбеген жерлерің болса комментарийға сұрасаңдар болады. Сау болыңдар.